Сәлем достар, сендер мен Акон Тажбаев. Бүгін мен Sony'ға келдім, что YouTube'пен айналысу үшін, жаңадан контент жасау үшін новыйдан камера алым. Қазір соң обзор жасайтын боламын, в общем. Качественный, мощный видео көріп боламын деп шештім. Не только там, фитнес-блогер ғана емес, барлық жағын алып жүрген контент жасауға. Әбіршіп кетті кішкене. Режимистер. Сол ұтылған маған. Обзор жасайым. Мына жерде неше түрлі камералар тұр ше. Sony'ді өзі барып шыққан, мен қазір технодомның ішінде Sony'дамын қазір. Деп реклама жасап жүрейін ба. Так, бағалар где-то просто так бодидің өзі. Sony қайда, Sony? Вот. Мындай вот. A7-дер. Походу осыны аламын ау. Так, бұл 4К түсіреді. A7 III. Третий это мощный. Объективмен 1300-дей болып қалады шығар. Мына жерде тұр 6600 тұр, 6300 тұр, 6400 тұр. Олар шынды айтсам ондай қатты ұнай бермейді. Мына жерде объективтер тұр екен. Объектив сила барлығын решать. Мен, скорее всего, Tamron 28-де 75 алу керек ау. 18-де 135 тұр. Короче, продавец шок. Күтіп тұр. Да, сумка надо и штатив. Короче, стабилизатор алу керек екен. Стабилизатор бағалар. Это Ронин емес бұлар. Все, достар, қазір. Аламыз ден? Сюда поставим. В общем, барлығын қосқан кезде 1,575,000 теңге примерно. Енді болды нормально жасау керек съемкаларын барлығын. Үшін күтіңіздер. В общем, вот камера. Ремешога. Камераның өзі. Көрсетеді. Объектив. Мына жерде тұр. В общем, сумкасы. В общем, осы штатив.